Ертеде ешкі жүні бөртеде екі қызы бар, бір жесір әйел өмір сүріпті. Үлкен қызы шешесіне аумағай қалған долы, сараң әрі жалқау екен. Кіші қызы болса, керісінше қайтыс болған әкесі сияқты мейірімді, жұмсақ мінезді әрі шаруақор. Бұл қызы өте сұлу екен. Үлкен қыз шешесінің сүйіктісі болады, ал кіші қызын анасы мүлде ұнатпайды екен. Байғұс қыз таң атқаннан күн батқанға шейін жұмыс істейді. Сонда да оны асүйде қызметші сияқты тамақтандырыпты. Ол күн сайын үлкен құмыра көтеріп бұлақтан су алуға барады. Ол бір күні бір қайыршыны кездестіреді. Қайыршы қыздан сусын сұрайды. Қыз құмырасына су толтырып, күлімсіреп кемпірге ұсынады. «Ішіңіз ас болсын тәтежан» деп жылы шыраймен тіл қатады. Әйел шөлін қандырып рахметін айтты, былай дейді: «Сенің осындай тәрбиелі мінезің үшін мен саған сыйлық беремін. Сыйлықтың не екенін үйіңе барғанда ғана білетін боласың». Кемпір осы сөзді айтып жоқ болып кетеді. Ол сиқыршы еді. Қызды мейірбан жүректі деп адамдардың айтып жүргенін рас па екен деп тексергісі келген екен. Кіші қыз табалдырықты аттай бергенде анасы оны кешіккені үшін балағаттап ұрса жөнеледі. «Анашым, кешірші мені, мен бүгін шынымен кешігіп келдім» дейді байғұс қыз. Осы кезде о ғажап оның ернінен гүлдер мен асыл тастар сауылдап түсе бастайды. Сиқыршы оған осылай алғыс ризашылығын білдірген екен. «Бұл не нәрсе?» деп айқай салады Қасымыр анасы. Қыз жасырмастан бұлақ маңындағы кемпір туралы шындықтың бәрін айтып береді. Келесі күні анасы бұлаққа өзінің сүйікті қызын жібереді. Ол бұлақ басына келіп, қарап тұрса, сәнді киінген бір ханым сусын сұрайды. «Егер ішкің келсе, өзің құмыраңа алып келмейсің бе?» деп жауап береді қыз. «Жарайды ендеше, қалай қызмет етесің, соған лайық сый көресің» дейді ол. Бұл өзгеше киінген сол баяғы сиқыршы болатын. «Сөз бастасаң болды, аузыңнан бақа немесе құр бақа, әйтпесе жылан төгіліп түсетін болады» деп жоғалып кетеді. Анасы: «Саған сиқыршы не сыйлық берді?» деп сұрайды. Сүйікті қызы үйге келе қайтып оралған кезде: «Ештеңе, анашым» деп жауап береді долы қыз. Осы сөзді айта бергенде оның аузынан бірнеше құрбақа мен жыландар еденге топ ете түседі. «Ойбай, масқара!» деп айқай салады шешесі. «Осының бәріне мына сіңілің кінәлі» деп кіші қызына тұра ұмтылып, оны жұдырықтай бастайды. Байғұс қыз қашып шығып орманның ішіне барып паналайды. Бір күні орманның шетінде қыз осы маңда аң аулап жүрген жас ханзаданы жолықтырады. Ол қыздың сұлулығына қайран қалып, мұнда не істеп жүргенін сұрайды. «Менің анам үйден қуып жіберді, мәртебелім» деп қыз жауап береді. Ханзада ол әрбір сөз айтқан сайын шөпке гүлдер немесе меруерт, лағыл неліктен саулап түсетіндігін сұрайды. Қыз оған таңғажайып оқиғаның барлығын түгел айтып береді. Оның сұлулығы мен мейірімділігіне, бекзаттылығына ханзада бас иеді. Ол осы бір қарапайым қызға ғашық болады да өзінің өмірлік жары болуын өтінеді. Жасау мүлікке қыз бас ауыртпайтын еді. Сиқыршының марапаты осы оның үйлену тойына арналған ең үлкен сыйлық болатын. Солай ханзада мен қыз өздері отау құрып бақытты өмір сүреді. Осымен ертегі аяқталды.